ютубта алғашқы 1000 подписчикке тез жету жолы. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін біз ютубта алғашқы 1000 подписчикке қалай тез жетуге болатынын талқылайтын боламыз. Бұл монетизацияға өтудің алғашқы қадамы. Бірінші бөлім бізде шортсты пайдалану. Яғни жаңа арна ашылған болатын болса, оларға ең тиімді тәсіл шортс жүктеп салу. Алгоритм қысқа видеоларды көбірек ұсынады, көбірек адамдарды тартуға көмектеседі. Бір аптаның ішінде ақ жүздеген жаңа оқырмандарға ие болуға болады. Екінші, контенттің тұрақтылығы. Аптасына кем дегенде 2-3 видео жүктеп отыру керек ютубқа. Ютуб сол кезде сіздің белсенділігіңізді көргеннен кейін, яғни аудитория алгоритмге салады да, сізді көбірек ұсына бастайды видеоларыңызды. Үшінші, thumbnail. Бұл өте маңызды нәрсе. Адамдарды обложкамен қызықтыра алу. Яғни обложкаңызды адам тартса өзіне, сіздің видеоңызды ашып көреді. Ашып көргеннен кейін сіздің обложкаға жазылған нәрсеңіз видеоға сай келсе, ол адам аудиторияда қалады, яғни сіздің каналыңызда қалады, яғни подписка болады сізге. Алғашқы 1000 жазылушыны тарту үшін обложка мен тақырып өте маңызды. Адам іздейтін тақырып болу керек, яғни видеоның атауы. Одан кейін қысқа, әрі қызықты, әрі түсінікті болу керек видеоңыз. Сосын action сөздер болады, call action дегенде, біліп ал, тез үйрен, таусылып қалады, орындар саны шектеулі деген сияқты адамды қызықтырып өзіне тартатын сөздерді қолдану керек. Төртінші, көрермендермен байланыс. Әр видеода видеоның ішінде каналға жазылыңыз деген нәрсені ұмытпаймыз айтуды. Одан кейін пікірлердің барлығына жауап жазу керек, сұрақ қойып, мысалға басқа көрермендерді қызықтыру керек. Аудитория өзін маңызды сезінсе, ол сіздің каналыңызда міндетті түрде қалады. Бесінші, бағыт. Бір арна, бір бағытпен кету керек. Әртүрлі видеоларды шатастырып салып тастамаңыз. Бір арна, бір бағытпен кетсін. Мысалға, ютубты үйрететін каналыма, мысалға, толық ютуб жайлы видео салынсын деген сияқты. Сонымен алғашқы 1000 жазылушыға жетудің кілті шортс, тұрақтылық, дұрыс тақырып, жақсы обложка және көрермендермен байланыс. Осы әдістерді қолдансаңыз, нәтиже тез жетесіз. Келесі видеода ютубта қандай қателіктерді жібермеу керек, сол тақырып бойынша келесі сабақта айтатын боламыз.